тақырыпты жібердім. Ал ең бірінші тапсырма алдарыңызда немқұрайлы қалап қарайтын болса, онда біздің баламыз да өзінің жан дүниесінде атап өткен аспектілерді қамтитын болса, сол аспектілердің барлығын әрбір мұғалім бойына жинау үшін ол үнемі ізденісте болу керек. Бүгін сізге хат жазудағы басты мақсатым менің болашағым сіздің қолыңызда. Жігерлендіруіңіз маған күш қуат берді. Болашағым сіздің қолыңызда екенін жақсы түсінемін. Өйткені сіз маған теңеу үшін сабақты қысқа, түсінікті, өмірлік құбылыстар мен жағдаяттарды қосып үйренгеніңізді көңіл-күйіме назар аударғаныңызды қалаймын, сабақты қызықты етіп өткізгеніңізді қалаймын. Өмірлік шамшырақ жағасыз, сол арқылы мен аралап өрбітіп кетемін деп жаздым. Яғни оқушы үні. Сенің болашағың мұғалімнің қолында болса, мұғалімге не қалайсың тақырыпта барлық әсер етеді деген сияқты сұрақ қоюға болады. Ал екінші сұрақ жаңағы оқушыларға мотивация беру үшін мадақтау, мақтау, жаңа солардың. Біз балдарды әлде бәрін сондаймыз ғой, оның ұсынысын бала ғой, оның ұсынысы маған не керегі бар деген көзқараспен қабылдаймыз да. Бірақ оның ұсынысы не құнды. яғни оқуға құштар бала еді. Талапқа сай, болмас түгел. Қатаң тәртіп қайталана беретін бір күн. Баланың келешектегі айнасы. Қолдау шабыт беру керек болды да. Мысалы енді бізде алмаздар иерархиясы берген, мына жерде сөздерді берген. білдіре отырып, олардың тұлғалық, рухани дамуына өздеріне сенімділік пен жауапкершілік. Керемет кейс ұсынған екен Ұлжан Кеттешқызы, алғысымды білдіремін біріншіден. Шамшырақ жақсаңыз, ары қарай өрбітіп алып кетемін деді. Ұлжан апай, мәселені осылай керемет сабаққа талқылауға ұсынып, осылай бізге көңіл сыйлаған Ұлжан Кеттешқызы және осындағы Атымұраға сондай келді. Так. Құрметті әріптестер, Қаншама жаңа бағдарламаны Бар уақытта не сұрайды? Бірінші үлгерім сұрайды, білім сапасын сұрайды. Бүгін сүйемелдедік, келешекте даму оқушыларды не болады? Өте болады.